Bilmay. Ой, десем. Карлық деген осы екен ғой. Кім бар үйде? Апа, не болды? Сен кім едің? Апам алмай келдіңіз, танымай қалдыңыз ба? Ой, апаң алжыған ғой. Ой, жаным, анасының сары қызы оянды ма? Жаным, құдай бе, саған өзін. Қарның ашты ма? Ұйқың қанды ма? Әлде қол аяғын босатсын деп атсың ба? Әлде бірдеңе білдіріп қойдың ба? Қазір мамасы көреді, түтінәңді жуамыз, Сүт жесін ба? Болды, қазір мамасы сүт береді. Болды, қызым, болды. Мамасының ақылды қызы өзі. Сен жақсы ұйықтадың, Сен ұйықтаған кезде мамаң біраз тірліктерді бітірді. Бесіктен шыққың келеді ма? Қазір бесіктен босатам, ойнаттам, далаға серуенетем, сүт ішесің, Болды, қазір. Жаным, менің қызым. Ойнап отқаным. Қардан шыққанды өзінің. Тамаққа тойып ал, Осыны ары ойынды ойнай бер. Сол іш. Әне менің қызым да мектепке барайын деп отыр. Сабағын жақсы оқы, қызым? Анашым. Тәртіпті, үлгілі оқушы бол. Апайларың айтқан тыңда. Болды, қызым, дайынсың. Далада папаң күтіп тұр. Машинаға мініп бара қойыңдар, Мектебіңе бара қойыңдар. Мама, мен келдім. Ой, жаным, қызым, келдің ба? Сабағың қалай, 5 ба? Мен сабақтан 5 алдым. Ой, жаным, молодец. Жүр, киімді ауыстырайық, тамақты ішіп алайын, Жүре ғой. Боянып, сәнденіп, қайда барасың сен, қыз, Мама, сіз кеше айтып едіңіз ғой. Бәрі құрбының туған күніне рұқсат етіп едіңіз ғой. Қашан ол? Есімде жоқ мен? Кеше деген. Мама, қыздар күтіп тұр, бара беріңізші. Сен қыз, сағат 10-нан кешікпей ұқтың ба? Сен үшін папаңнан ұрыс еститін жағдайым жоқ. Мама. Саған айтқан жоқпын ба? 10-нан кешкемедім. Неғып сен кешке батсың, сағат 12-де. Мама, кешірші. Туғанын енді бітті, мен сразу келдім. Хорошо, что бүгін папаң сменде. Әйтпесе саған ұрыс береді деді. Сен өзі осы жылы 11 бітіретінін білесің бе өзі? Дайындалып сәл-пәл жүрсің бе өзі? Ана туғаның мұғаның дегенде азайт. Ертең ісім семен болсын. Ертең курстарға жазып қоям. Қандай мамандық таңдайтын болдың өзің? Дәрігер. Дәрігер? Жақсы бол. Бір үйге бір дәрігер. Бірақ ол үшін не істеу керек? Білім алу қажет. Сондықтан сабағын жақсы оқы. Ертеңнен бастап сен қыз ОБТ-ға дайындалатын курсқа барасың.
Түсіндің ба? мама, Барлық болды. Түн 12 деген қарасаң. Ей қызым, сіз сабақтан кеп қойғасын ба не? Иә, аға, енді келдім. Қалай сабақтан? Жақсы болып отыр ма? Жақсы. Емтихан тапсырып жатырық. Дәрігер болу қиын екен ғой, мама. Әрине қызым, дәрігер болу дейтін ол қиын жұмыстардың бірі ғой. Сен жақсы, білікті маман болғың келсе, сабағыңды жақсы оқы. Жарай ма қызым? Иә. Болдыңды. Мен саған кедергі жасамай ақ қояйын. Сен өзің сабағыңды оқи бер. Мен саған дәмділеп тұрып тамақ істеймін. Иә? Иә. Міне. Ертең таңертең аш қарынға тамақ жеп қоймаңыз, ұқтыңыз ба? Міне, ертең таңертең аш қарынға осы анализдерді тапсырасыз да, несі келген кезде сізді емдеймін. Ұқтыңыз ба? Түсіндіңіз ба? Болды, дәрігер. Түсіндім. Сау болыңыз. Рахмет. Бітті ма жұмыс? Мама, сізге бір нәрсе айту керекпін. Айтса қызым. Мә, қызым. Маған ұсыныс жасады. Мынау бриллиант па? Иә, бриллиант. Мә, сен маған әлі кішкентай қыз сияқтысың. Зымырап өткен уақыт-ай. Кеше ғана мына жерде бесікте жатыр едің. Қазір уже тұрмыс құрайын деп жатсың. Мә, қызым, бақытты болшы қызым. Айтпақшы тек. Не, текті жердік ме екен? Көпті көрген ме екен? Иә. Әке-шешесі жақсы ма екен? Иә. Енді бұл хабарды папаң айту керекпіз ғой. Мә, папаң үйден жібере ме екен? Бақытты болшы. Мә, енді қызым, тойдың қамы деп қарбалас басылайын деп тұр ғой. Мен онда қазір абысындарыма звондап ақылдасып алайын, не болатын? Иә. Мә, бақытты болшы. Барған жеріңе бақытты болшы. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем. Ой, бермай. Ой, тісем. Карл деген осы екен ғой. Ей, кім бар үйде? Апа, не болды? Ей, сен кім едің? Апам алмай келдіңіз, танымай қалдыңыз ба? Ой, апаң алжыған ғой. Жан, не істеп жатсыңдар? Сол апа, тамақ пісіріп жатыр. Не тамақ? Кеспе көже. Онда пісір, мен жақсы көретін тамағымды. Болды. Ей, немерелер қайда? Бала бақшада ғой апа. Онда Келінжан, жақсылап шайдандаршы. Екеуміз отырып шай ішіп бір әңгімелесіп. Болды апа қазір. Иә, апа, жүріңіз. Жақсылап тұр сізге шайды демдеп берейін. жүр онда кеттік.